Саламатсыздарбы құрметті 3 сыныптың оқушылары. Мен бүгін сіздерге 3 сыныптың 14 сабағы мен математика сабағынан таныстыратын боламын. Яғни екінші тапсырмадан бастаймыз. Өрнектерді жаз, олардың мәнін тап дейді. Бұл жерде 220 мен 320 сандарының қосындысын 420 санын арттыр дейді. Яғни айтылғаны бойынша жазып шығамыз. 220 мен 320 сандарының қосындысына 420 санына арттыр. Қосамыз, тағы 420 деген сөз ғой бұл жерде. Яғни барлығында 20 бар. 0 соңында 40, яғни 2 мен 2-ні қосам 4, оған тағы 2-ні қосам, яғни 10-дық разрядта тұрғандарды 10-дыққа қосып шықтым, сонда 6 болды. 4-ке 3-ті қоссам, яғни 100-дікке 100-дікті қостым, 7 болды, оған 2-ні қостым, 9 болды, 960. Біріншісінің жауап 960 шықты, екіншісі 700 бен 180 сандарының қосындысынан 480 санын азайт дейді. 700 қосылған 180, азайған 480. Ал бұл жерден 700-ге 180-ді қоссақ 880 болады, одан 480-ді азайтамыз, бұл жерде 400 деген жауап шығады. Келесі есепте 640 пен 220 сандарының айырмасын 640 пен 220 сандарының айырмасын 530 бен 30 сандарының қосындысына арттыр. Яғни екі қосындығы қос деп тұр ғой бұл жерде. Міне, осыны затты айтып тұр. 640-тан 220-ны азайтсақ 420 шығады. 420 қосылған 530-ға 30-ды қоссақ 560, қоссақ 980 болады. Міне. Келесі 800 санынан 680 мен 220 сандарының айырмасын кеміт деп тұр. Демек 800-ден азайтамыз 680 мен 220-ның азайтынсын. Енді бұл жерден азайтатын болсақ, яғни мына екеуінің азайтынысын қарастыр бірінші дейді. 680-ден 220-ны азайтып тастаймыз бірінші. Бұл кезде 800 азайған 680-ден 220-ны азайтсақ 460 шығады. Енді 800-ден 460 азайтсақ 340 деген жауап алынады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма өрнекті баған түрінде жаз және есепте дейді. Бұл жерде баған түрінде есептеуді еске түсіреміз. Баған түрінде жазып, есептеп шығамыз. Сендер де өздерің баған түрінде жазып, есептеп, тексеріп алыңдар. 8-ге 9-ды қостық, 17, бірін есте сақтаймыз. 7, 8, мына жерде, оған 1-ді қостық, 9, мына 2-ге қосылды, 697. Келесі 900-ден азайтамыз 317-ні. Нөлден азайта алмаймыз, бір қазда кепіреміз, 10, мына 3 болады, мына 9 болған, бірді азайттық, 8 болды. Мына жерде 8 қалған, 3-ді азайттық, 5. 583 деген жауап шықты. Келесі біреу 781 азайған 649. 11-ден 9 азайттық, 2, 7-ден 4 азайттық, 3, 7-ден 6 азайттық, 1, 132. 401-ден азайтамыз 345-ті. 11-ден 5-ті азайттық 6, 9-дан 4-ті азайттық 5, 3 болған, 0 болды, 56. Келесі 579-ға қосамыз 209-ды. 18, 7 болады, 7 болады, 788. 198-ге қосамыз 745-ті. 5-ке 8-ді қостық, 13, бір есте сақтап тұрамыз, 4-ке 9-ымыз 13, оған 1-ді қостық, 14 болды, 8, мен 9, 943 деген жауап шықты. Тексеріп өздеріңіз жеке орындап шығыңдар, осындай жауап шыға ма, шықпай ма, және салыстырып көресіңдер. Есептемей салыстыр дейді, яғни есептемей тұрып салыстырамыз. Бұл жерде кішкене бір логика бар. Мынада 310 бар, мына жақта да 310 бар. Демек 310-ға қай жақта үлкен сан қосылса, сол жағы үлкен болады деген сөз. Яғни 310 мен 310 екі жағында да бірдей, енді келесі сандар, қосылып тұрған сандардың үлкен жағы үлкен болады. Демек, оң жағында 360 тұр, сол жағында 250 тұр. Әлбетте 360 үлкен. Демек, 310-ға 360-ты қосқанымыз үлкен болады екен, 310-ға 250-ді қосқандан. Енді азайту кезінде екеуінде де бірдей сан азайып тұр, 180 деген сан азайып тұр. Енді үлкен сан, келесі үлкен сан, яғни үлкен болады деген сөз. Сол үлкен екенін белгілейді. Үлкен саннан 180-ді азайтсақ, кіші саннан 180-ді азайтсақ, яғни кіші сан шығады. Демек, мына үлкен болады. Келесі қосу кезінде 250-ге ең үлкен қосылып тұрған жағы үлкен болады. 620 қосылып тұрған, міне сол жағы үлкен.
280 мен 180, мынау 700, мынау 600. Енді қараңдар, бұл жерде 700-ден 280-ді азайтқанда, яғни 600-ден 180-ді азайтқан қандай айырмашылығы бар? Бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Мынаған 280 деген мына жақта 180 болып тұр, 100-ге кеміп тұр. Мына жерде 100-ге үлкен болып тұр, мына жерде 100-ге кем болып тұр. Кем, яғни кемемен, мына жақта да дәл солай. Демек, бұл тең деген сөз. Яғни бұны тексеріп көрсеңдер болады. 700-ден 280-ді азайтамыз, 600-ден 180-ді азайтамыз. Екеуінде де 420 деген жауап шығады. Келесі тапсырма. Кесте бойынша өрнектер құрастырып жазып, олардың мәнін тап дейді. Яғни бұл жерде мен біреуін көрсетемін, жазып қалғандардың жауаптарын көрсетіп шығамын. Қосылғыш дейді. 9 көбейту 4, міне мынау, және оған 600 қосамыз деп тұр. Қосу 600. Тең 9-ды 4-ке көбейтеміз, 36 шығады, оған 600 қоссақ 636 деген жауап шығады. Міне 636. Түсінікті ғой, мынау түрде жазасыңдар, мына кестені толтырасыңдар. 5-ті 6-ға көбейттік, 30, оған 185-ті қосамыз, 215. 32-ні 4-ке бөлсек 8 шығады. 6-ны 5-ке көбейтсек 38 екеуін қоссақ. Азайтқыш деп тұр, яғни мынау азайтынды болады. Бұл жерде бұлай болады. 900-ден азайтамыз 4 көбейту 7-ні. 4-ті 7-ге көбейтсек 28, 900-ден 28-ді азайтсақ 872 болады. 500-ден 27-ні азайтамыз 473 болады. Келесі есепте, яғни 82-ге 18-ді қосамыз. Бұл жерде 100 болады, мұна 16, 116 азаяды. Яғни мұна жерде 100 болды, енді одан 16-ны азайтамыз, сонда 84 деген жауап шығады. Барлығын осы есеп түрінде жазсаңдар болады, бұлай жазып, жеке-жеке жазылып шығады. Келесі, мәтінді оқу, сұрақтарға жауап бер, есеп құрастыр дейді. Барса келмес қорығы Қызылорда облысы Арал ауданында орналасқан. Қорықта өсімдіктердің 278 түрі бар. Наурызым қорығы Қостанай облысы Наурызым және Әуелкөл аудандарында орналасқан. Қорықтағы өсімдіктер түрлерінің саны барса келмес қорығындағы өсімдіктерден 409-ға артық деп тұр. Енді осы жерден есептеу басталады. Яғни барса келместен 409-ға артық дейді. Демек 278 қосылған 409. Қосамыз, сонда 687. 687. Тексеріп көрінде орындап, яғни осылай қосылады. Наурызым қорығында өсімдіктердің қанша түрі бар? Екі қорықта барлығы қанша өсімдіктер бар? Наурызымда 687, ал біріншісінде қанша? 278. Екеуінде қосамыз, 278 қосылған 687. Баған түрінде қоссақ 68, 687. 15-тің 5-і бірді сақтаймыз, 15, 16 бірді сақтаймыз, 8, 9, 965. Жалпы 965 өсімдік түрі бар екен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма, яғни 7-ші есеп. 7-ші есепте қосылғыш-қосындының мәні, азайтқыш, айырманың мәні деп екі түрде, яғни қосылғыш пен азайтынды берілген. Яғни 320-ға бір санды қоссақ 650 шығады екен. Бұны есеп түрінде біреуін көрсетіп беремін. Яғни ортадағы санды табу үшін 650-ден азайтамыз 320-ны. Сол кезде шығады 330 деген жауап. 330 міне. Яғни бір санға 87-ні қоссақ 587 шығады екен. Енді оны анықтау үшін 587-ден азайтамыз 87-ні. Сол кезде болады тең 500 деген жауап. Яғни мына жерде 500 екен. 780-ге бір санын қоссақ 800 шығады екен. Демек 800-ден азайтамыз 780-ді, тең 20. Демек мына жеріміз 20 екен. Келесі, 840-тен бір санды азайтсақ 310 шығады екен. Енді бұл жерде сәл кері есеп болады. 840-тан бір санды азайтсақ 310 шығады екен. Демек 840-тан азайтамыз 310-ды. Яғни бұл жерде 0 болады, мынау 3 болады, мынау 5, 530. Демек мына жерде 530 деген сан екен. Енді бір саннан 330-ды азайтсам 560 шығады екен. Демек 560-ға қосамыз 330-ды. Сол кезде шығады 890. Демек мына жерде 890 екен. Енді 350-ден бір санды азайтсақ 50 шығады екен. Яғни ол 350-ден 50-ді азайтамыз, ол 300 деген сөз. 350-ден 300-ді азайтсақ 50 деген жауап шығады. Яғни осы жерге жазып қойдық. Міне.
Дәл осылай жазып, яғни тексеріп шығасыңдар. Келесі тапсырма сандар қатарының заңдылығын тауып, оны жалғастыр. Келесі 3 санды ата дейді. Яғни бір заңдылықпен жазылған дейді, сол заңдылықты анықтаңдар дейді. 202, одан кейін 303, 404 өз айтып тұр. Яғни қаншаға артып тұр? 101-ге артып отыр. Мына жаққа 101 қосты. Келесі сан шықты, оған 101 қосты. Келесі сан, оған тағы 101 қосты. Келесі сан шығады, яғни 505. Одан кейін 606. Одан кейін 707. Келесі 110 деп тұр, одан кейін 220, одан кейін 330. Демек қанша қосылып отыр? 110-ға 110 қосылып отыр. 220-ға тағы 110 қосылып отыр. 330-ға тағы 110 қосылып отыр. Сонда 440. Тағы 110 қосылады 550. Тағы 110 қосылса 660 деген жауап алынады. Яғни барлығын заңдылығын анықтап түсіндіріп көрсеттім. Яғни сол ретімен шығады деген сөз. Санды өрнектер құрып, олардың мәнін тап дейді. Жай ғана мән есеп түрінде қарастырамыз. 320 мың мен 120 мың сандардың қосындысына 540 мың санын қос дейді. 320 мың қосылған 120 мың қосылған 120 мың қосылған 540 мың. 320 мыңға 120 мың қосамыз 440 мың. 440 мыңға 540 мың қоссақ 980 мың деген жауап алынады. Келесі 600 мың мен 120 мың сандардың қосындысынан 600 мың мен 120 мың сандардың қосындысынан 420 мың азайтыңдар дейді. Яғни қосамыз 600 мыңға қостық 120 мыңды. Одан азайтамыз 420 мыңды. Мына жерде 720 мың болады. 720 мыңнан 420 мыңды азайтсақ 300 мың деген жауап алынады. Келесі 540 мың мен 120 мың сандарының айырмасын 420 мың мен 20 мың сандарының қосындысына арттыр. Яғни қосу керек деп тұр. Бұл жерде айтылғаны бойынша теріп шығамыз. 540 мың азайған 120 мың қосылған 420 мың мен 20 мыңның қосындысы деп тұр. 540 мыңнан 120 мыңды азайтамыз 420 мың. 420 мыңға 420 мың қосылады. Ол кезде 840 мың болады. 840 мыңға 20 мың қоссақ 860 мың болады. Міне. 900 мың санынан 580 мың мен 120 мың сандарының айырмасын азайт дейді. Яғни барлығы азайту болады деп тұр. 900 мыңнан азайтамыз 580 мың мен. Осы жерде мұқият болу керек. Яғни 580 мың мен 120 мың азайтындысы деп тұр. Демек бұл жақшаға алынады 580 мың мен 120 мың. Азайтқан кезде 460 мың болады. 900-ден 460 мың азайтсақ 440 мың деген жауап алынады. Айтылған мына бірінші орындалу керек болғандарын бірінші орындап тастауымыз керек. Келесі тапсырма. Құрастырылған өрнектердің қайсысы сызбаларға сәйкес келеді? Оны толтырып жаз дейді. Осы жерден яғни жазып, мына жерге түсіріп шығу керек. Осыған сәйкес келетіндерін келтіріп шықсаңдар болады. Бұл жерде айтылғаны бойынша жаңа жазып шықтыңдар ғой соларды, яғни бірінші қосу орындалатындарын мына жерге жазып, одан кейінгі тағы оны мынаған қосыңдар деген мына жерге жазамыз. Сол сияқты құрастырып мына жерге түсіріп шықсаңдар болады. Жаңа айтылған реттері бойынша, яғни жаңа оны жазып тастадық қой жоғары жақта. Санды өрнектің мәндері бойынша кестедегі сөйлемді тап дейді. Мына жерден анықтаймыз, яғни жауабын анықтауымыз керек екен. Өте керемет бір есеп берілген. Орындап көрейік. Қараңдар, бұл жерде 240-тан 217-ні азайтамыз. Яғни 40-тан 17-ні азайтсақ 23 болды. Мына жерде 1 болды. Мына жерде 3 болды. Мына жерде 11 деген жауап шықты. Мынау 48 6 болды. Мына 900 1 болды. Мына жерде 30 23 болды. Ал мына жерде 57 болды. 57 ар жақта 3 бар. 3-ден кейін 20, 23 шығады екен бұл жерде де. Келесінде 586 дейді. 586 54 32 деген жауап шығады. Мына жақта 27, мынау 13. Демек 14 деген жауап.
мынау 48 18 болады. Мына жерде 49 28 21 болады. Мына жерде 79 73 6 болады. Мына жерде 25 24 1 болады. Мына жерде 68 44 24 болады. Яғни осыларды бір жетінен орналастырып шығасыңдар әріптерді. 23 деген мысалы бұл жерде 23 Т деген екен, міне Т. Одан кейін 1 дегеніміз А. Одан кейін 3 Б. Одан кейін 11-де И. 6-дағы 1-де А тағы да. 23 дегенде не тұр бұл жерде? Т тұр тағы да. Одан кейін 23-де тағы Т. 32-де I. Одан кейін 14-те не тұр? Қ деп тұр. 18-де не тұр? О деп тұр. 21-де қанша не тұр? Р. 6-да не тұр? 6-дағы 1-де не? А. 24-те 24 У деген. Табиғатты қорғау деген сөз шықты. Сендерде дәл сондай сөз шыққан болса, керемет дұрыс есептеп шыққансыңдар.